Ғалымдар күріштің адам денсаулығына қатерін анықтады. Ғалымдар күріштің адам денсаулығына зиянды тұстары бар екенін мәлімдеді. Олардың айтуынша, күріш дәнінің жұмсағы органикалық емес қосылыстар түріндегі 80% мышьяктан құралған. Әлемдегі ғалымдар тобы күріш дәндері адам үшін қауіпті токсиндерді, оның ішінде мышьяктарды жинай алатынын жеткізді. Бұл ақпаратты зерттеушілер қоғамдық тәуекелдерді талдау конференциясында айтты. Біз күріш дәндерінде мышьяктың қаншалықты көп болатынын, тамақ қорытқанда оның қанша пайызы ағзаға түсетінін зерттедік. Жақында оның адам денсаулығына қалай әсер ететінін анықтайтын боламыз, деді Индиана университетінің өкілі Джейн Джоу. Анықталғандай, күріш дәндері өз құрамына токсиндерді біріктіретін болып шыққан. Ал ас қорыту кезінде мышьяктың 80%-нан көбі адам ағзасына түсетіні анықталыпты. Денсаулығыңыз мықты болсын.